Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаевдин ұсынысымен элимиздин барлык өңүрүндө Наурыз мерекесин жаңа форматта өткізүү жоспарланып отыр. Осыған орай быйыл улустун улуу күнү 10 күн тойланады. Осы тұста Батыс Қазақстан университетинде әз Наурыз мерекеси көрсүү күнү менен басталды. Күн мен түннүн теңелер тұсында кыстын бейнети мен кыйындыгынан аман-эсен чыгып, халктын Наурыз мерекеси алдында кабышатын күнү. Амал мерекесине университет башчылыгы, профессор, окутуучулар курамы, Махамбет урпактары катышты. Бұл жерде енді көрмені өздеріңіз тамашалап тұрған шығарсыздар. Еліміздің тарихына байланысты, ұлтымызға байланысты көрмелер орналастырылған, яғни сандық бар, домбырамыз бар, керегеміз бар, шаңырағымыз бар деген сияқты. Және ұлттық киім, сонымен қатар жәрмеңке де бар. Яғни бұл жерде жәрмеңкеде ұлттық нақыштағы әшекей бұйымдар, қазіргі заманауи ұлттық бағытта тігілген сөмкелер, қалталар, жаңағы кошелек деп айтамыз, сондайлар студенттердің өздерінің қолдарымен жасалған бұйымдар, заттар жәрмеңкеге сатылатын болады. Сонымен қатар енді көріп тұрғаныңыздай ұлттық ойын, бұл жерде асық ату ойыны бар, күрес болады, қазақша күрес, және қолмен күш сынасу деген бар, ұлттық ойын, арқан тартыс ұлттық ойындары бұл жерде көрсетілетін болады, және студенттердің арасында да жарыс ретінде де оздырылатын болады. Амал күні халқымыздың ежелгі әдет-ғұрпын жаңғыртып, төл мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналған бірегей дәстүріміз. Осы күні ұлттық болмысымыз бен құндылықтарымыз ерекше дәріптеледі. Дәстүрден жаңылмаған Махамбет ұрпақтары да амал күнін жоғары деңгейде атап өтті. Кең дастархан жайылып, мерекелік шарамен уласты. Құдайы қонақ салтымен университет ректоры әр факультет ұсынған дәмнен ауыз тыйып, ақ жарма тілегін жеткізді. Амал күні ұлттық ойындармен жалғасты. Студенттер асық атып, қол күрестіріп, жүлделі орындарға таласты. Бүгінде 14 наурыз көрсу мейрамына ұйымдастырылған университетіміздің ішінде шара өз кезегінде өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Өз атымнан, студенттік ректордың атынан осы көрсу айт мерекесінде көптеген студенттерімізге табыс тілейміз. Осындай көктемнің гүліндей жарқырап жайнап жүре беріңіздер. Дендер сау болсын, отбасылары аман болсын. Көктемнен көктемге аман-есен жете берейік. Сонымен қатар осындай шараны ұйымдастырып, жоғары дәрежеде ұйымдастырып жатырған университет басшылығына көптен көп алғысымды білдіремін. Айта кетейік, ұлыс мерекесін жаңа форматта тойлау үшін 14-23 наурыз күндері наурызнама 10 күндігі белгіленген. Жоспарға сай осы күндері Махамбет университетінде жүйелі түрде мерекелік шаралар өтеді. Жалпы амал мерекесі еліміздің түкпір-түкпірінде кеңінен тойланып жатыр. Бұл күні қыстан аман-есен шыққан жұрт бір-бірімен қуана қауышып қол алысып көрседі.